Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта біз санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші, 40-тың 5-тен 1 бөлігін тап. Берілген санның сәйкесінше бөлігін табу үшін біз сол берілген санды бөлігіне көбейте саламыз. Яғни 40-ты 5-тен 1-ге көбейтеміз. Бұл жерде 40 пен 5 қысқарады, 8 шығады. 8-ге 1-ді көбейтсек, нәтижесі 8. Яғни 40-тың 5-тен 1 бөлігі 8-ге тең екен. Екінші мысал. 10-нан 7 бөлігі 35-ке тең болатын санды тап. Енді бөлігі бойынша санды табу үшін біз сол бөлігіне сәйкес келетін санды жазамыз, сөйтеміз де оны біз бөлігіне бөлеміз, яғни 10-нан 7-ге бөлеміз. Бұдан ары қарай 35-тің бөлімінде 1 бар деп қарастырамыз. Сонда 35 бөлінген 1 көбейтілген 7-ден 10 болады. Екеуі қысқарады, 5 1 болады. 5-ке 10-ды көбейтсек 50 шығады. Олай болатын болса, 50 санының 10-нан 7 бөлігі 35-ке тең болады екен. Енді тесттерге тоқталайық. Бірінші, қапта 48 кг қант бар, тосапқа барлық қанттың 12-ден 5-і жұмсалды. Қапта неше килограмм қант қалды? Енді бұл жерде өзі бастапқыда 48 кг қант болған, соның 12-ден 5-і жұмсалған болса, сол жұмсалған табу үшін 48-ді 12-ден 5-ге көбейтеміз. Сонда 12 мен 48 қысқарады, 4 болады. 4-ке 5-ті көбейтетін болсақ, 20 кг қант бізде жұмсалған екен. Сондықтан біз сол 48 кг-нан жұмсалған 20 кг-ды азайтамыз. Сонда 28 кг қалған. Яғни қаптың түбінде 28 кг қант қалған екен. Екінші, сыныпта 28 оқушының 7-ден 4-і қыздар. Сыныпта неше қыз бар? Бұл оңай. Енді бұл жерде 28-ді жазамыз. Оның бізде 7-ден 4-і қыздар болса, 7-ден 4-ке көбейте саламыз. 7 мен 28-ді қысқартамыз, 4 болады. 4-ке 4-ті көбейтсек 16. Яғни сыныпта 16 қыз бар. Алдымен 65-ті алып аламыз. Сонда бізде 85 шығады. Сол 85 беттің 5-тен 2-сін оқыған екен. Оны табу үшін біз 85-ті 5-тен 2-ге көбейтеміз. 5 пен 85 қысқарады, сонда бізде 17. 17-ні 2-ге көбейтетін болсақ, 34 шығады. Енді 4-ші күні. Өзі бұл жерде айтады, бізде барлығы 4 күнде оқыған, 3 күндегі оқыған бетін таптық. 4-ші күні оқыған бетін табу үшін біз 150-ден осы үшеуін қосып азайтамыз. Екеуі 65. 65-ке 34-ті қосатын болсақ, ол бізде 99 шығады. Яғни 150-ден 99-ды азайтамыз. Сонда бізде
51 бет шығады. Яғни 4-ші күні ең көп оқыған күні екен, ол күні 51 бет оқыған. Сондықтан дұрыс жауабы А нұсқасы. 5-ші, шаруашылық 36,9 құлпынай жинады. Оның 9-дан 7-сінен тосап дайындады, ал қалған құлпынайды сатуға жіберді. Қанша тонна құлпынай сатылғанын табыңыз. Енді бұл жерде есепті шығару үшін біз былай істеп алайық, яғни оңайлау жолын таңдайық. Ол үшін біз былай істейміз. Бірінші, барлық құлпынайды бүтін бір бөлік деп қарастырамыз. Бізде мына жерде айтылған, оның 9-дан 7-сінен тосап дайындалған. Яғни сол бүтін бір бөліктен 9-дан 7 бөлігін азайтамыз. 1-ден 9-дан 7-ні азайтатын болсақ, бізде 9-дан 2 шығады. Яғни 9-дан 2 бөлігі қалғаны болып тұр. Сонда бізде қалғаны сатуға жіберілген. Яғни бізде осы 9-дан 2 бөлігін анықтау керек. Сонда 36,9-дың 9-дан 2 бөлігін анықтау үшін біз оны 9-дан 2-ге көбейтеміз. 36,9-ды мына 9-ға бөлетін болсақ, нәтижесінде 4,1 шығады. 4,1-ді мына 2-ге көбейтетін болсақ, жауабы 8,2 шығады. Ол бізде С нұсқасы. Болмаса бұл есепті алдымен мына жерде 36,9-ды 9-дан 7-ге көбейтіп алсақ болады. Қысқартамыз, мына жерде 4,1 шығады. 4,1-ді 7-ге көбейтетін болсақ, 28,7 шығады. Яғни бұл бізде тосап дайындалған. Сатылған табу үшін біз барлығы 36,9-дан сол 28,7-ні азайтамыз. Сонда 8,2 шығады. Яғни біз алдыңғы әдіспен де осы әдіспен де орындап шығарсақ болды. 7-ші, құбырдан аққан су бассейннің 4-тен 1 бөлігін 5 сағатта толтырса, бассейннің қалған бөлігін неше сағатта толтырады. Енді бұл жерде біз мысал ретінде бір бассейнді алайық. Соның төменгі бөлігі, бірінші бөлігі, екінші, үшінші, төртінші бөлігі. Осындай 4 бөлік болатын болса, соның біреуіне 5 сағат жұмсайды. Екіншісіне де 5 сағат, үшіншісіне де, төртіншісіне де 5 сағат. Яғни бізде барлығы 20 сағат уақыт кетеді деген С жауабы. Болмаса біз алдындағы әдісті қолдансақ болады, бөлігі бойынша санды табу деген. Ол жерде бізде бөлігіне сәйкес келіп тұрған 5 болып тұр. Сол 5-ті біз 4-тен 1-ге бөлеміз. 5 4-тен 1-ге бөлген кезде 5 өз күйінше қалады. Көбейтуге ауысқанда 1 мен 4 орын ауыстырады. Сонда жауап 20 сағат шығады. Қай жол тиімді, соған сәйкес орындап шығарасыңдар. 8-ші, 3 балықшы бірнеше балық аулады. Бірінші балықшы барлық аулаған балықтарының біреуін лақтырып тастап, қалғанының 3-тен 1 бөлігін алды. Екінші балықшы осыдан қалған балықтардың біреуін лақтырып тастап, қалғанының 3-тен 1 бөлігін алды. Үшінші балықшы да дәл солай жасағанда шелекте 6 балық қалды. Бастапқыда барлығы неше балық аулаған. Енді бұл есепте біз тиімді әдіс болып негізді нұсқасын таңдау болады. Бірінші сол арқылы көрсетейік. Бұл жерде бізде дұрыс жауабы 25 деген шығады. Себебі бірінші балықшы дейді, бізде осы 25 балық тұратын болса алдында, соның біреуін лақтырып тастайды. Сол кезде ода 24 балық қалады. Сол 24 балықтың 3-тен 1-ін өзіне алады деген. 24-тің 3-тен 1 дегеніміз 3-тен 1-ге көбейту арқылы орындалады. Сонда ол 8 балыққа тең болады. Олай болатын болса 24-тің 8-ін алып тастаса, бізде екінші балықшының алдында 16 балық тұрады. 16 балықтың біреуін лақтырып тастайды, сонда 15 балық тұрады. Сосын сол 15 балықтың өзіне 3-тен 1-ін алады. 15 балықтың 3-тен 1-ін өзіне алған кезде ол 5 балық болады да, үшінші балықшыға қалатыны сол 15-тен 5-ті алып тастасақ, 10 балық қалады. Ол үшінші балықшы алдында 10 балықтың біреуін лақтырады, сөйтеді де, алдында 4 балық қалады, 9 балық қалады. Сол 9 балықтың 3-тен 1-ін өзіне алады. Сонда өзіне ол 3 балық алады екен. Яғни қалған 9 балықтың 3-ін өзіне алатын болса, ең соңында мына 6 балық шелекте қалған екен. Енді екінші әдіс бұл есепті шығару үшін, яғни соңынан кері қарай жүреміз. Ол үшін біз бетеміз. Бірінші, үшінші балықшы келген кезде алдында оның, яғни шелектің ішінде неше балық тұрды, соны табуымыз керек. Біз оны x деп аламыз. Сөйтеді, сол балықтан ол біреуін лақтырып тастайды. Лақтырғанды біз азайту амалымен жазамыз. Сөйтеді, ол оның өзіне 3-тен 1-ін өзіне алады екен. 3-тен 1-ін өзіне алатын болса, 3-тен 2-сі шелекте қалады. Сондықтан біз мына мәнді 3-тен 2-ге көбейтетін болсақ, шелектің түбіндегі мына 6 балық шығады екен. Енді осыдан біз x-тің мәнін табуымыз керек. Ол үшін біз x-1-ді жазамыз.
3 көбейту болып барады, 6 бөлу болып барады. Сонда 6 көбейту 3 бөлінген 2 болады. 6 мен 2 қысқарады, мына жерден 3 шығады. 3-ке 3-ті көбейтетін болсақ, x минус 1-дің мәні 9-ға тең екен. Бұдан x-тің мәнін табу үшін бір келесі жаққа қосу болып барады, сонда 10-ға тең болады. Яғни үшінші балықшы келген кезде шелектің ішінде 10 балық болған. Енді дәл осы сияқты екінші балықшы келген кезде оның алдында неше балық тұрды, соны анықтауымыз керек. Ол үшін тағы осы әдісті қолданамыз. X минус 1 дейміз. Ол 3-тен 1-ін өзіне алған болса, 3-тен 2-сі қалған. Сол 3-тен 2-сі мына 10-ға тең болған. Бұдан x минус 1-ді жазамыз. Тура жаңағы сияқты 3 көбейтілген 10 бөлінген 2. Сонда x минус 1-дің мәні 2-ге қысқарады, 5 болады. 5-ке 3-ті көбейтсек 15. X-тің мәні 16 шығады екен. Яғни екінші балықшы келген кезде шелектің ішінде 16 балық тұрған. Енді үшіншісінде біріншісі. Бірінші балықшы келген кезде ол бастапқыдағы барлық балықты көрген, сол бастапқы балықтар табуымыз керек. Оны біз x деп аламыз. Сосын ол біреуін лақтырып тастаған. Сөйткенде 3-тен 1-ін өзіне алған, олай болса шелекте 3-тен 2-сі қалған. Сол 3-тен 2-сі 16-ға тең болып тұр. Бұдан арға x минус 1-ді жазамыз. 3 көбейтілген 16 бөлінген 2 болады. 2 мен 16 қысқарады 8, сонда x минус 1-іміз 24-ке тең. Бұдан x-тің мәні 25-ке тең болып шығады. Ол бізде v нұсқасы. 9. Ыдыстың 5-тен 1 бөлігі бос қалғанына сүт құйылған. Ыдыстағы сүттің 4-тен 3 бөлігін құйып алғанда ыдыстың қандай бөлігі бос қалады? Есепті шығару үшін біз ыдыстың суретін салып, оны 5-ке бөліп аламыз. Сөйтеміз де, біз оның 5-тен 1 бөлігі бос дейтін болса, сол 5 бөліктің қалған 4-еуінде сүт бар. Ол бізде мына аралық. Осы 4-еуінде сүт бар екен. Сол осы 4 бөліктің 4-тен 3 бөлігін құйып алды деп тұр. 4-еудің 3-еуін құйып алады. Яғни 1-еуін, 2-еуін, 3-еуін құйып алады. Сонда тек бір бөлігінде ғана бізде сүт қалады екен. Енді бізде сұрақ. Сол сүтті құйып алған кезде ыдыстың қандай бөлігі бос қалады? Бізде жалпы өзі ыдыс 5 бөлік деп қарастырғанбыз. Соның 1-еуінде ғана сүт бар. Сонда 5 бөліктің 4-еуі бізде бос қалып тұр. Ол бізде д нұсқасы болады. Болмаса бұл есепті былай шығарсақ болады. Бізде жалпы 5-тен 1 бөлігі бос екен. Олай болатын болса 5-тен 4 бөлігінде бізде сүт бар. Сол 5-тен 4 бөліктің 4-тен 3 бөлігін құйып алатын болса, біз оны 4-тен 3-ке көбейтеміз. 4-тен 3-ке көбейткен кезде 4 пен 4 қысқарады, 5-тен 3 бөлігіндегі сүтті алып қояды. Олай болатын болса, бізде 5-тен 1 бөлігі бостығын, тағы да 5-тен 3 бөлігі босайды. Осы екеуін қосамыз. 5-тен 1-ге 5-тен 3-ті қосатын болсақ, 5-тен 4 болады. Яғни 5-тен 4 бөлігі сонда бос болып қалады екен. 10. Қорға қатысқан ұлдардың ширегі, қыздардың 3-тен 1-і өлеңді айқайлап айтты. Қалғандары ауыздарын жыбырлатып тұрды. Өлеңді айқайлап айтқан қыздар мен ұлдар саны 9. Өлеңді айқайлап айтқан қыздардың өлеңді айқайлап айтқан ұлдардан 3-еуі артық. Қорға неше қыз, неше ұл қатысты? Енді бұл жерде біз жалпы қорға қатысқан ұлдарды x деп алайық, қыздардың санын y деп алайық. Бізге айтады, қорға қатысқан ұлдардың ширегі дейді. Ширегі деген 4-тен 1 деген сөз, яғни 4-тен 1 x. Бұл бізде айқайлап айтқан ұлдардың санын береді. Одан кейін 3-тен 1, қыздардың 3-тен 1 айқайлап айтқан екен. Оны 3-тен 1 y деп аламыз. Екеуін қосатын болсақ, мына өлеңді айқайлап айтқан қыздар мен ұлдардың саны, яғни 9 шығады. Тең 9 деп аламыз. Одан кейін өлеңді айқайлап айтқан қыздардың өлеңді айқайлап айтқан ұлдардан 3-еуі артық дейді. Олай болатын болса, бұл жерде бізде қыздардың саны көп болып тұр. Айқайлап айтқан. Сондықтан біз 4-тен 1 x-ға 3-ті қосқан кезде ол 3-тен 1 y-ке тең екен. Енді мынау 3-тен 1 y бізде 4-тен 1 x қосылған 3-ке тең. Осы мәнді алып кеп мына жерге қоямыз. Сонда 4-тен 1 x қосылған 4-тен 1 x қосылған 3 тең 9 болады. Екеуін қосатын болсақ, бізде 2-ден 1. 2-ден 1 дегеніміз 0,5 x болады. Қосылған 3 тең 9. Бұдан 0,5 x-іміз 9-дан 3 азайтылады да 6-ға тең болады. Сонда x-іміз бізде 6-ны 0,5-ке бөлсек 12-ке тең болады.
бұл бізде ұлдардың санын береді. Енді қыздардың санын табу үшін біз мына жерге алып келіп 12-ні қоямыз. 4-тен 1-ді 12-ге көбейтсек 3 болады. Ол қосылған 3 тең болады 3-тен 1 y-ке. Мынау бізде 6 болады. 6-ға 3-ті көбейтетін болсақ 18 шығады. Олай болатын болса, қыздардың саны 18-ге тең. Сонда 18 қыз, 12 ұл екен. Болмаса бұл есепті дұрыс жауаптарын таңдау арқылы орындауға болады. Жаңа біз дұрыс жауабын тауып алдық, сын нұсқасын, соны тексеріп көре салуға болады. Бізде айтады, ұлдардың ширегі дейді. Мына 12 ұл болатын болса, 12-ні 4-тен 1-ге көбейтеміз. Одан кейін оған қосамыз, қыздардың 3-тен 1 дейді. Мына 18-дің 3-тен 1 болса, 3-тен 1-ге көбейтеміз. Осы қосынды бізде 9-ға тең бола ма, соны тексеруіміз керек. Екеуін қысқартамыз, 3 болады. Екеуін қысқартамыз, 6 болады. 6-ға 3-ті қоссақ, 9 шығып тұр. Енді екінші шарты, өлеңді айқайлап айтқан қыздар дейді, өлеңді айқайлап айтқан ұлдардан 3-еуі артық дейді. Бізде мына жерде айқайлап айтқан қыздар 6, ұлдар 3-еу. Яғни қыздардың саны ол жерде 3-ге артық болып тұр. Сондықтан екі шартты да қанағаттандырғандықтан осы дұрыс жауабы сын нұсқасы болады. 11-ші. Мұз су күйге айналғанда көлемінің 7-тен 1 бөлігін жоғалтса, су мұз күйге айналғанда өзінің көлемінің қандай бөлігіне ұлғаяды? Есепті шығару үшін біз қандай да бір мұзды осындай етіп 7 бөлікке бөліп алайық. Сөйтеді есептің шартында айтады. Мұз су күйге айналғанда көлемінің 7-тен 1 бөлігін жоғалтады. Яғни мына жерде бізде 7 бөлік тұратын болса, осындағы мына 1 бөлігі жоқ болып кетеді. Сонда ар жағында 6 бөлік қалады. Сөйтеді 6 бөлік су пайда болады деген мағына беріп тұр. Одан кейін су мұз күйге айналғанда өзінің көлемін қандай бөлігіне ұлғаяды дейді. Енді бізде мына 6 бөлік суымыз қайтадан мұз болған кезде қайтадан осы бастапқы қалыпқа келеді. Яғни ұлғайып кетеді екен. Олай болатын болса, бізде мына жерде жалпы суымыз 6 бөлік болып тұр. Оған 1 бөлік кеп қосылып тұр. Сондықтан бізде бұл жерде су 6-тан 1 бөлігіне ұлғайып тұр. 12-ші. Анасы Айдын, Жанерке және Сәкенге сатып әкелген алмұртты тең бөліп алуды ұсынды. Айдын үйге бірінші болып келді де алмұрттың 3-тен 1-ін алып үйірмеге кетіп қалды. Ал Жанерке бірінші келдім деп ойлап, қалған алмұрттың 3-тен 1 бөлігін алып кетсе, Сәкен келіп, қалған алмұрттың 3-тен 1-ін жеді. Соңында сөмкеде 8 алмұрт қалды. Анасы балаларына қанша алмұрт алған? Енді есепті шығару үшін біз мына жердегі жауап нұсқаларын таңдау арқылы шығарған тиімді болады. Бірінші біз А нұсқасы 27-ні алайық. Ол жерде бірінші бізге Айдын келеді деген, Айдын келеді 27 алмұрттың 3-тен 1-ін алады. 27-нің 3-тен 1-і, яғни ол 9-ға тең болады. Сонда Айдын келеді 9 алмұрт алады. Сол кезде 27-тен бізде 18 алмұрт үстелдің үстінде алады. Екінші Жанерке келеді. Жанерке бірінші келдім деп ойлайды, 18 алмұрттың 6-ын өзіне алады. 6-ын өзіне алатын болса, сол 18-ден дастарханның үстінде 12-сі қалады. Одан кейін бізде үшінші Сәкен келеді. Сәкен келеді, ол да бірінші келдім деп ойлайды. Сөйтеді 12-нің 3-тен 1-ін алады. 12-нің 3-тен 1-і ол 4-ке тең. Енді 12 алмұрттың 4-еуін өзіне алатын болса, онда 8 алмұрт үстелдің үстінде қалады. Яғни осыған сәйкес келіп тұр. Сондықтан бізде дұрыс жауабы А нұсқасы болады екен. Басқаларын орындап көретін болсақ, ол сәйкес келмей қалады. Келесі. Бөлмеде ойнап жүрген әр бала себетте тұрған алмалардың 5-тен 1-ін жейтін еді. Алайда бөлмедегі балаларға сырттан бір бала келіп қосылды да, әр бала себеттегі алмалардың 6-тан 1-ін жеді. Себетте неше алма бар? Енді бұл жерде бізде бастапқыда әр бала 5-тен 1 бөлігін жейтін болған. Яғни біздегі себеттің ішіндегі алмалар 5-ке бөлінеді деген мағына береді. Одан кейін сырттан бір бала келіп қосылған кезде әр қайсысы 6-тан 1 бөлігінен жейді. Яғни себеттегі алма 6-ға да қалтқысыз бөлінеді деген мағына шығады. Мына жердегі бізде берілген жауаптардың ішінде 5-ке де 6-ға да бөлінетін сан ол біреу ғана. Ол бізде 30. Сондықтан дұрыс жауабы осы болады. 14-ші. Лаура мектеп кітапханасында кітап түптеуге көмектесті. Ол бірінші күні түптеуге тиісті кітаптардың жартысын және 3 кітапты түптеді.
Лаура екінші күні одан қалған кітаптардың жартысын және 5 кітапты түптегенде түптелмеген 5 кітап қалды. Лаура барлығы қанша кітап түптеу керек еді? Енді бұл есепті де шығару үшін дұрыс нұсқаларын, яғни жауаптарды таңдау арқылы орындаған дұрыс болады. Бірінші А нұсқасына тоқталайық. 56 екен ол жерде. Бірінші күні ол осы 56 кітаптың жартысын, яғни оның жартысы 28 болады. Және 3 кітапты, осыған 3 кітапты қосамыз, сонда ол бізде 31 кітап болады. Енді 56-тан біз сол 31-ді азайтып тастаймыз. 56-тан 31-ді алатын болсақ, бізде 25 шығады. Енді екінші күн дейді. Екінші күні бізде одан қалған кітаптардың жартысын дейді. 25-тің жартысы 12,5 болып кетеді. Бізде бүтін кітап деп алынатындықтан бұл жауап дұрыс емес деп сызып тастаймыз. Енді бірден дұрыс жауабына тоқталайық. Ол бізде 54 болады. Енді бірінші деп алайық, яғни бірінші күні 54 кітаптың жартысы ол 27 кітапты түптейді. Сонымен қатар ол 3 кітапты дейді. Оған 3-ті қосамыз, сонда 30 кітап. Яғни бірінші күні барлығы 30 кітапты түптеген. Енді біз 54-тен 30-ды азайтып тастаймыз. Сонда ол қалғаны 24 кітап екен. Енді екінші күні сол 24-тің жартысын, яғни 12-ні және 5 кітапты түптеген екен. Яғни барлығы 17 кітап. 24 кітаптан 17-ні алатын болсақ, бізде 7 кітап қалады. Бұл бізде түптелмеген кітап. Яғни біздегі шартына сәйкес келіп тұр. Сондықтан дұрысы осы болады.